Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен етті фарштап, мұздатқышқа қалай сақтайтын тәсілімді сіздермен бөлісетін боламын. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қоңыраушаны басып қойыңыздар. Аптасына 2 рет әртүрлі рецепттер салып отыратын боламын. Ең алдымен етімізді жақсылап жуып тазалап аламыз да, оны өстіп бөлшектерге бөлеміз. Мен ет тартқыштан етті өткізгенде көбіне 2 ыдысқа бөлемін. Біреуін майсыздау қылып, біреуін майлылау қылып бөлемін. Майлылау фаршты арнайы мантыға, ханымға, орамаға, яғни соларға дайындаймын да, ал майсыздау фаршты бризольға, котлетке, пельменге бөлек дайындаймын. Етті ет тартқыштан 2 рет өткізбеймін, 1 рет өткіземін. Егер 2 рет өткізсе, өте майдаланып кетеді. Ал кейбір ханымдар мантыға тіпті етті өте ұсақтап, майдалап, пышақпен турап қосады. Ол әрине енді мен өз ойым, әр ханымның әртүрлі әдісі, тәсілі бар. Мен осылай дайындаймын. Және тұз қоссаңыздар да болады, қоспасаңыздар да болады. Мен көз мөлшерімен фаршқа тұз салып, оны жақсылап араластырып аламын да. Енді осыларды жеке-жеке пакеттерге бөліп саламын. Қазір бұл фаршты пакетке салғаннан кейін оны жақсылап, жұқалап жайып аламыз оқтаумен. Сол кезде асыққанда болсын, қазір уақыт бәрінде әрине тығыз. Асыққан кезде, мұздатқыштан сыртқа шығарған кезде тез жұмсарып, еріп шыға келеді. Оқтаумен жұқалап жайып алмай, сол бүтін күйінде, домалақ күйінде сала салсаңыздар, оны сыртқа шығарғаннан кейін ұзақ уақыт кетеді ол еттің, фарштың, яғни жібуі үшін. Міне осылай мен таразыға салып өлшемеймін, көз мөлшермен фарштарды бөліп аламын да, осылай қолмен, одан кейін оқтаумен жайлап жайып аламыз. Майлы фаршты бір бөлек, майсыздау фаршты бір бөлек, өстіп бөліп жайып аламын. Бұл фарш сақтаудағы ең тиімді тәсіл, ал сіздер қалай сақтайсыздар, пікірлеріңізбен төмендегі комментарийға бөлісе отырыңыздар. Мінекей 2 бөліп дайындалған фаршымыз да дайын болды, енді осыны мұздатқышқа сақтаймыз.